Ашық талқылау, Астанада трансформацияның алғашқы нәтижелері талданды. Тікелей рейс елордадан Дубай, Франкфурт және Гонконг қалаларымен әуе байланысын орнату міндеттелді. Халықтық акционер үлесі Қазтрансойл акцияға 120 теңге 71 тиыннан дивиденд төлейді. Елорданы Дубай, Франкфурт пен Гонконг қатарлы жетекші қаржы орталықтарымен байланыстыру қажет. Азаматтық авиация саласын осыған дайындап, жаңа бағыттарды игеру керек. Осы аптада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті Асқар Маминді қабылдаған мемлекет басшысы осындай міндет жүктеді. Бұдан бөлек, ұлттық тасымалдаушыға Астанадан шұғыла тәрізді тарайтын автокөлік жолдарын салу мен қалпына келтіру үшін тұрақты бақылау тапсырылды. Бүгінде Қазақстанды Еуразияның қуатты көлік логистикалық хабына айналдыру ісі бағытында ауқымды істер атқарылып жатыр. Мәселен, Қытай, Қазақстан, Европа бағытындағы контейнерлік тасымал соңғы 3 жылда 15 есеге өседі деп жоспарланып отыр. Қазтрансойл компаниясының алғашқы 90-дағы түсімі 53 миллиард 568 миллион теңге. Бұл өткен жылдан 18%-ға жоғары. Мұнай тасымалдаушы компания акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп, қаржылық есебін бекітті. Келелі кеңес биыл дивиденд төлеуге 46 миллиард 429 миллион теңге жұмсауды ұйғарған. Бұл әр акцияға 120 теңге 71 тиыннан төленеді деген сөз. Халықтық акционерлер ақшаны маусымның 10-нан бастап алады. 3 жылда құнды қағаз бағасы 18%-ға қымбаттаған. Әрине, Қазақстан азаматшыларына банкта ақша депозитқа салып пайда көреді. Соны ол былай өткен жылы сол банкта алатын пайда 7%-дай болады. Абсолютті инновацияға бастар 3 бағдар. Самұрық энергия компаниясы бүгін инновациялық технологиялар трансфертін қамтамасыз ететін 3 меморандумға қол қойды. Бұл Самұрық қазына қорының ақш-тың Кремний жазығына барып қайтқан жұмыс тобы қол жеткізген келісімдерді ресми шартпен бекіту. Алғашқы меморандум Стэнфорд университетімен жасалды. Ол энергетика саласындағы жаңа идеяларды сараптап, тиімді тың технологиялар табуға деген талпынысты қолдайды. Premium Power Corporation компаниясымен арада жасалған келісімшарт электр қуатын сақтайтын өндірістік қуаттек, яғни қуатты аккумуляторлар жасауды көздейді. Бұл бастама энергияны сақтау саласына түбегейлі өзгерістер әкеледі. Үшінші келісім биотехнологиялар саласын қамтып, туберкулез сынды ауруларды тер шағында жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Подписание данных документов, как уже было отмечено в Казахстане, свидетельствует о том, что мы уже вышли на прединвестиционную фазу реализации данного сотрудничества. Трансформация жолына түскен Самұрық қазына компаниялар тобы ендігі жерде тек абсолютті инновацияға ден қоймақ. Бұл туралы Астана экономикалық форум аясындағы арнайы панель сессияда қордың басқарма төрағасы Өмірзақ Шүкеев мәлімдеді. Трансформацияның алғашқы нәтижелері мен түйткілдері талқыланған келелі кеңесте әлемдік экономика сарапшылары табысқа жетудің факторларына тоқталды. Бұл жердегі басты фактор адам капиталы. Мықты басқарушылар мен көшбасшыларға инвестициялар құюдың маңызы зор. Самұрық қазына трансформацияда меритократия ерекше екпін беріп отыр. Меніңше осы адамдар экономиканы өзгертіп, оны дұрыс бағытта бұра алады. Бағдарлама табысты іске асса, ел қарқынды дамиды. Бұл мемлекет үшін де үлкен мүмкіндік. Алқалы жиынға қатысқан консалтингтік компания сарапшылары трансформацияның уақытылы басталғанын атап айтты. Сосын ерекше назарда ұстауға тиіс 3 маңызды тұсқа екпін түсірді. Біріншіден, түпкі нәтиже өлшенетін болуы шарт. Екіншіден, адамдардың өзгеріске ынталы болуы ұмтылғаны жөн. Үшіншіден, өзгеріс барынша жүйелі болғаны жақсы. Сонда қор тобындағы компаниялардың экономикалық тиімділігін арттыру жоспары тиянақты жүзеге асады. 2020 жылы біз жылына 125 миллиард пайдаға жету мақсатында жүрміз. Трансформацияға кіріскен ірі ұлттық компаниялардың бірінші басшылары өздері тап келіп жатқан түйткілдерді ашып айтты. Бір саладағы әрқилы еншілес компаниялардың жұмысын реттеу үшін Қазмұнайгаз алдымен бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесін жасақтаған. Одан бөлек 549 мұнай ұңғымасын жапты. Бұдан компанияның өндіріс көлемі кеміген жоқ, есесіне тиімділігі артты. Бастысы еншілес компаниялардағы негізгі қызметті бағалау көрсеткіштері жалпыға түсінікті жүйеге келтірілді. Спасибо единственному акционеру, нашему совету директоров, он в конце концов нам... Бізге Самұрық қазына қоры қызметінің негізгі көрсеткіштерін айқындап беретін 5 көрсеткішті бекітіп берді. Бұған дейін компаниялар басшылары сан алуан 15 көрсеткішке жауапты болатын. Саны көп болғасын, сапасын бақылау қиын болатынына түсінікті ғой. Ал биыл Самұрық қазына нақты әрі түсінікті 5 негізгі көрсеткішті талап етпек. Қор компаниялар тобындағы директорлар кеңесі де жаңа типте кәсіби тұрғыда қатаң жасақталады. Бүгінде Қазмұнайгаз бен Қазпошта компанияларында оң нәтиже берген бұл жүйе енді 12 еншілес компанияда енгізіледі.
Создание советов директоров нового типа – это, конечно, основной вызов для нас. Осындай жана типтеги директорлар кеңесін құру өте күрделі іс. Сіздер қазір кез келген компанияны алып, Қазмұнайгаз компаниясын салыстырып көре аласыздар. Осы компанияның директорлар кеңесі аса ауқымды істер атқарып жатыр. Әлемдік сарапшылар кеңесіне сай трансформацияда мамандардың біліктілігін арттыруға ерекше ден қойылады. Қажетті қабілетті меңгеру үшін оқыту мен тәжірибеге жіберу әдістері пайдаланылады. Трансформациядан соң әр қызметкер өзі еңбек ететін компанияның құнын арттыруға жұмыс істеп, бойында шеберлігін ұдайы жетілдіре түсу мәдениеті қалыптасады. Бастысы осы табысты тәжірибені кейін еліміздің кез келген мемлекеттік және жекеменшік компаниясы пайдалана алады.